Бүгінгі таңда біреуміз болсын барлық мобильдік телефондар мен оларды өндіруші компаниялардан атын еш қиындықсыз тізіп айып шыға алмаймыз. Мобильдік телефондарды әртүрлі компаниялар шығарады және олардың саны өте көп. Бірақ барлық компания америкалық Apple компаниясы сияқты өз тарихымен мақтана алмайды. Бүгінгі шығарылымда сіздердің назарларыңызға Apple компаниясы туралы сіздерді қызықтыратын бірнеше деректер ұсынамыз. Invincible. 2016 жылы шілде айында Apple өзінің миллиардыншы iPhone-ын сатты. Компания санаты 2007 жылдан бастаған. iPhone-ның барлық жарнамаларында экранды бірдей уақыт 9:41. Егер мұқият қарайтын болсақ, iPhone-ның барлық суреттерінде мейлі ол телевизордағы жарнама болсын, мейлі ресми сайттағы суреті болсын, тіпті iPhone-ның қорабында болсын, бір уақыттың көрсетілгенін байқай аламыз: 9:41. Бұл сәйкестік емес. Барлық мәселе олардың 40 минутқа созылатын презентациясында. Девайс слайдта пайда болғанда құрылғыдағы уақыт залдағы көрермендердің уақытымен сәйкес келуі керек. Айтпақшы, iPhone-ның алдыңғы модельдерінде стандартты уақыт 9:42 болған. iPhone үшін процессорларды Samsung компаниясы жасайды. Сену қиын, бірақ көптеген заңды дауларға қарамастан Samsung пен Apple өте маңызды серіктес. Соңғы жылдары компания өзінің жеке процессорлары есебінен кореялық бәсекелеске тәуелділігін төмендетуге тырысқан, бірақ та бұл әлі де толықтай олардың қолынан келген жоқ. Apple ешқашан кинодағы iPhone жарнамасы үшін ақша төлеген емес. Барлық фильмдер мен сериал қаһармандары Apple құрылғыларын, соның ішінде iPhone-ды қолданады. Сондай жасырын жарнамалар ақша тұрады. Голливудтық хиттермен санағанда аз ақша емес екені анық. Бірақ Apple компаниясы кино адамдарына бір тиын да төлемейді. Компания өз өнімдерін оларға шексіз таратуға дайын, бірақ ол үшін ақша төлеуге келіспесі анық. Бүгінге осы достар. Каналға жазылайық, лайк басып, пікірлеріңізді комментарийге қалдырыңыздар. Назар аударғандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар.